Дәл осындай шара Маңғыстау өңірінде де ұйымдастырылды. Бүгін Ақтау қаласындағы 20 майдангерге президент атынан арнайы сыйлықтар тапсырылып, жаңа жылдық құттықтау хат табыс етілді. Биыл Бейсен Ақсақал 90-ның екеуіне шықты. 1942 жылы әскер қатарына шақырылып, Украина майданында кескілескен соғыстың ортасынан бірақ шықты. Карпат тауындағы шайқастарда ерлігімен көзге түсіп, Румынияны азат етуге қатысты. Соғыс аяқталғаннан кейін де шекарашылар жасағының сапында әскери қызметін одан әрі жалғастырды. Елге тек 1949 жылы ғана оралды. Елбасының өзіне арнайы жіберген сыйлығымен жаңа жылдық құттықтауын ерекше ілтипатпен қабыл алды. Қазақстан Республикасының президенті. Байырғы майдангер зайыбымен 9 перзент тәрбиелеп өсірді. Бүгінде олардан 24 немере, 8 шөбере сүйіп отыр. Барлығы да бейбітшілігі баянды, тәуелсіз елде бақытты да шаттықты өмір сүруде. Осының бәрі елбасының салиқалы саясатының жемісі дейді ардагер. Біз қазір тыныштықта, тұрмысымыз жақсы, бала-шағамыз оқулы, күйіміз өте жақсы қазір. Шет елдердегі, басқа елдердегі мына кризис бар ғой мына. Ол кризис бізде жоқ қазір. Бас аман, тыныштық болсын, соғыс көрмесін, жамандық көрмесін, бәле-бәтерден аулақ, әсіресе осы соғыстан аулақ болсын. Шын жүректен барлығымыз алғыс айтамыз. Қазақстан сондай дәрежеге жеткенінің елбасының арқасы. Маңғыстау облысында 66 ардагерге елбасының тарту таралғысымен құрметті көрсетіледі. Мемлекет басшысының құттықтауын алған ақтаулық ардагерлердің көңілдері бір марқайып қалды. Кейбірінің көңілдері толғып, көздеріне жас салды. Қуаныштың жасы. Елбасымыз тәуелсіз мемлекеттер достастығының арасында ең бірінші болып осы шаруаны қолға алып отыр. Мен жақында Мәскеу қаласында болған кезде өзімнің әріптестеріммен кездестім. Украинадан келген, Молдовадан келген, Прибалтикадан келген, Тәжікстаннан келген. Солардың елде жасалып жатқан жұмыстарды баяндаған әңгімесімен біздің еліміздегі нақты жағдай жер мен көктей. Сондықтан біз бүгін ардагерлердің атынан елбасымызға ерекше алғысымызды жолдаймыз. Бұл бағалы бастама жаңа жылға дейін жалғасатын болады. Ардагерлерін ардақтаған азат елдің ісі өзгелерге үлгі болып отыр. Жездір Әбіл, Нұрлан Өтегенов, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақтау.